Ассалаумағалейкум, футбол сүйер қауым. Бүгін мен 2020 жылғы ең көп ақша тапқан ойыншылар туралы айтамын. 5-ші орында Ливерпуль шабуылшысы Мұхаммед Сала. Оның табысы 37 миллион доллар. Солардың ішінде 24 миллионын клубтан алды. Ал қалған 13 миллионын жарнамаға қатысу арқылы тапқан. 4-ші орында қазіргі әлемнің ең қымбат ойыншысы Килиан Мбаппе. Оның табысы 42 миллион доллар. 28 миллионды клубтан алған, ал қалған 14 миллионы жарнама арқылы тапқан. Ал енді үздік үштікті ашқан ойыншы Неймар. Оның осы жылғы табысы 96 миллион доллар. 28 миллионын Париждік клубтан алған, 18 миллионын жарнама арқылы тапқан. Және де айта кететін болсақ, Неймар осы жылы Puma брендінің амбассадоры атанды. Криштиану Роналду екінші орында. Оның табысы 117 миллион доллар. 70 миллионын Туриндік Ювентустен алады, ал 47 миллион долларын жарнама арқылы. Роналду Nike брендінің амбассадоры. Барселона клубының ең мықты ойыншысы Лионель Месси бірінші орында. Оның табысы 126 миллион. 92-сі каталондық клубтан, ал қалған 34 миллионы жарнама арқылы. Және Месси Adidas брендінің амбассадоры. Бүкіл ақпараттардың бәрін мен Forbes журналы арқылы таптым. Сау болыңыздар.